Бүгін сковородкада пісетін вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаның ағы қажет. 2 жұмыртқаның ағын алдым. Оған 200 граммдай құмшекерді қосып, міне араластырамыз. Барынша жақсылап араластырамыз. Вилкамен араластырсаңыздар да болады. Венчик болса, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Міне осындай әппақ болып көбіктенеді. Осындай болғанша араластырамыз. Енді мен сары майды, 120 граммдай сары майды ертіп құямын үстіне. Менде мұнда маргарин болды. Сары май қоссаңыздар болады. Маргарин кішкене ақшылдау болып тұрды. Өстіп араластырып отырып, қазір ұн саламыз. Ұн бізде 210 грамм, плюс-минус кетеді. Осының үстіне біртіндеп сүтті, жылы сүтті құйып отырып араластырамын. Құймаққа келтірем ғой, тура блинный сияқты. Міне, жылы сүтімді біртіндеп құйдым. 200 миллилитр сүт кетеді, миллилитр. Міне дайын болды вафлемнің құймағы. Енді осыны сковородканы қойып, қыздырып, соған пісіретін болам. Қасықпен жайсаңыздар да болады. Болмаса тура блинный пісірген сияқты жасасаңыздар да болады. Солай істеген дұрыс деп ойлаймын. Блинчик пісірген сияқты жұқа болады да, сонда қасықпен біраз қалыңдау болып қалды. Бірақ өте керемет болды дәмі. Бұның ортасына мысалға мороженое қылып жасап берсеңіздер болады. Әртүрлі формаға келтіріп алу керек. Мына бірден орап атқан себебім, қазір бұл қатып қалады. Вафли ғой. Міне осылай жаямыз. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Әртүрлі формаға жасап алсаңыздар болады. Мороженое ортасына салатындай жасасаңыздар болады. Рожоктар сияқты.